Тұрмыс құрғаныңды көрсең не болады, тұрмысқа шығатын қыз не көреді деген сұрақ келді эфирде. Бірінің сұрағына біреу жауап беріп тұр негізінде. Яғни жақында тұрмысқа шығатын қыз түсінде бөпесін күйеуін көреді. Ал енді бойдақ қыздар елестетеміз. Бойдақсың, әдеттегідей ұйқыға кеттің. Түс көрдің, түсіңде аяғың ауыр екен. Бақыттысың, ішіңдегі қимылдап жатқан бөпең сен үшін қуаныш. Және үйде бір ер адам жүр, сен оған өкпелісің. Ол сенің күйеуің. Күйеу мен әйел болған үшін арада өкпе-реніш болу қалыпты жағдай. Сезіндіңдер ма? Ал енді тұрамыз қыздар. Оянып кетсең түсін екен, Бұны сезіне алмағандар денесін бос ұстап, қайтадан видеоны басына қойып, елестетіп көрсін. Себебі бойдақ қыздардың түсі дәл осындай сезінумен болады. Бөпені емізу, ер адамды көру. Бұлардың бәрінде ол өзінің бөпенің, өзінің күйеуін екенін сезіну, жақын арада бұл нәрестелердің өмірде болатын белгісі. Міне осылай Алла тағала қыз баласын келесі өмірге дайындайды екен. Айтпақшы, келесі өмір дегенді о дүние деп түсініп қалмаңдар. О дүние демекші, өмірден өтетін адамның да осындай түс көруі заңдылық. Яғни мейірімі шексіз Алланың адам баласына қамқорлығы еш тоқтамайды деген сөз. Қай кезде де тоқтамайды. Қыз баласы түсінде ауыр аяқ екен, күйеу бар екен көру сол Алланың мейірімінің бір көрінісі. Қазақта қыз жат жұрттық деген әдемі сөз бар. Оңай емес, еркелеп өскен, өз қалауын бәріне жоғары болған кезеңнен басқа кезеңге өтесің. Басқаларды жауапкершілікке алатын қалыпқа ауысасың. Ертегіде еркін өскен өмірден темірдей тәртіп өмірге ауысасың. Ал тұрмыс құруын алдын, тұрмыс құратынын түсінде көріп алған қыз баласы үшін отбасылық өмір жеңілірек болмақ.